Бұл есепте қараңыздар, факториал деген лепилікс факториал дегенді білдіреді. N факториал деген осы натурал сандардың көбейтіндісі сол n-ға дейінгі. Енді бұл жерде бізде мынандай бір не бар, қасиеті бар бұлардың. То что мен бұл жерде екеуінде де n плюс 1 бар ортақ. Мен сол n бар екеуінде де, n факториал екеуінде де бар, соны шығарып жібере аламын. Сол кезде мынаның орнында не қалады? N плюс 1 қалады. Ол нені білдіреді? Қараңыздар. Мысалы менде 8 факториал деген, ол 7 факториал көбейтілген 8 деп жазуға болады. Өйткені мынау 7 факториал деген осы 1/5-7-дің көбейтіндісі ғой. Еще 8 бар. Сол жерде біз n плюс 1-ге дейін болса, мен n-ді шығарып жібердім да, сонда n плюс 1 қалды. Одан кейін мұнда не қалады дейтін болсақ, n плюс 1 көбейтілген n плюс 2 қалады. Түсінікті? Енді, өйткені, мысалы, 9 факториал болса, мен оны 7 факториал деймін, көбейту 8, көбейту 9 деп қалдырам. Енді, мұнда n факториал шығарып жіберем, мұнда 2 қалады орнында, ненің орнында қосу n плюс 1 қалады. Болды. Сонда мұна екеуін қысқартамыз. Қосу кезінде оларды қысқарту болмайды. Демек, так, бізден n плюс 1. Енді мына жерде бар ғой, мынаны ашу керек ше. n квадрат плюс 2n плюс n плюс 2 деп. Яғни, мұнан әрқайсымен көбейтеміз. Негізі мынау көбінде 7-ші кластың бағдарламасы негізі. Мынау енді бұрын билда келгендіктен біз оны талдап жатырмыз. Сонда бізде n квадрат қосылған 4n қосылған 3. n қосу 3. Енді мынандай қызық болады, қараңыздар. Енді мынандай қызық болады. Бұл жерде біз негізі в идеале ана жақта n мынандай ғой. Мынаны n квадрат балар, осы жерде мынаны білесеңіздер жеткілікті. n плюс мынаны осылай жазуға болады. Оны 7-ші класста өткізеді, түсіндіреміз. Пока осы жетеді сіздерге. Сонда n плюс 1-ге тең болады екен. Бұл жерден түсінетініміз сол факториал, жақшан затына шығару, осы нәрсеңізді білсеңіз жеткілікті. Кеттік ары қарай. Ерекені жерін қиып жібересің ғой тоже. Так, келесі есеп шығарайық. Бізде мынандай бір жүйе бар екен, осы жүйені қалай шығарамыз? Бізде жалпы жүйенің қасиеті бойынша теңестіріп алсақ болады. Мысалы, мен мынаны 2-ге көбейтіп жібере салайын. 2-ге көбейтіп жібере салайын, сонда мынаған тиіспейміз, мынаған тиіспейміз, мынаған тиіспейміз. Минус 1, Одан кейін, мынаны 2-ге көбейтсек, 2 бөлінген x болады, мынау 4 бөлінген y болады, мынау 4 болады. Енді азайтамын, сол кезде мына екеуі жойылып кетеді. Мына екеуі бір-бірімен қосылады. Минус 7 бөлінген y болады да, минус 5 болады. Сосын y тең, енді минус пен минус плюс қып жіберейік, 7 бөлу 5 болып кетеді. Болды, өстіп y таптық. Енді x-ті қалай табамыз? Мына жерге әкеп орнына қоя саламын. 1 бөлінген x қосылған 2 бөлінген 5-тен 7 ғой мынау. Солай ма? Тең 2. 1 бөлінген x тең, мынау 7-тен 10 болып кетеді. 2 азайту 7-тен 10. 1 бөлінген x тең 7-тен 4. Енді бізге 1 бөлінген x емес, x-ін өзі керек қой. Онда мына төңкеріліп өтеді. Төңкеріліп кетеді. Сонда 4-тен 7. Демек, а жауабы келеді бізге. Сиқырлы 4 шаршының ішіне 1-ден 16-ға дейінгі сандар орналасқан. Қатардағы бағандағы диагональді сандардың қосындысы бірдей болса, онда сұрақ белгілерінің орнына қандай сандар қойылу керек дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде бізге қосындысы ғой. Мысалы, мен арқылы қосып бәрін таба аламын. Мәнін қанша екен? 25, 34 болады бұлай. Енді барлық жерде сондай 34 шығу. Енді бұл жерде керек мен тауып аламын. Мысалы, мына екеуін қоссам, мен қазір 19-ға мен 15-ті қосуым керек. Демек, мына екеуін қосылса 15 болу керек. Келмейді, мынау келеді. Жақсы. Енді мына жерде мына екеуін қосылса 15, маған 19 болу керек. Астындағысы, келеді. Енді мен былайынан қараймын. 9 бен 8, 17, демек, мына 17, келеді. Мына екеуі 17, мынау да 17, келеді. Бұл нұсқасы қалайда келіп тұр. Дұрыс па? Бұл нұсқасы келіп тұр. Енді тура осылай келетін басқа вариант бар ма? Жоқ. Значит, Б жауабы болады. Так, енді 32-ші есепті қалай шығарамыз деген сұрақ туындайды бізде. Бұл жерде негізі бұл әріптермен амалдар жасайды ғой. Тесттерде, жалпы алгебрада, ол сандардың қасиетін
толық көрсету үшін әріппен алмастырады негізінде. Онда бүйтейік біз. Осы санмен ауыстыра салайық. Мысалы мен 2 мен 1 ең оңай сандармен ауыстыру керек. 2 1 2 1 2 1 деп алттан балсан, астында 2 1. Азайту. 2 1 2 1 бөлу 2 1. Одан кейін қосу. 2 2 2 бөлу 2. Сосын азайту 1 1 бөлу 1. Болды. Осыны орындай салу керек. Мынаға бөлуге болады, иә? Енді оны бөлсек қанша болады? Так, 21121, иә? Соны 21-ге бөлетін болсақ, так, 1-ден береміз. 21 болады, азайтамыз. 0 болады. 2-ні түсіреміз. 1-ді түсіру үшін 0 қою керек. Сөйтіп 1 түсіреміз. Содан 1-ден береміз. Одан кейін 1101 болып тұр ғой, иә? Так. Солай ма? 212.121 ғой, дұрыс. 10.101 бізде. Енді мына 10.101 болды. Одан азайтамыз 101-ді. Оған қосамыз 111-ді. Азайтамыз 11-ді. Өзде 11 болды. Сонда мына екеу 10.000, мына екеу азайтсақ 100, 10.100 болады. Онда жауап бар ма? Бар. Кеттік ары қарай. Бізде 33-ші есеп. Бір-бірінен өзгеше үш натурал сан арифметикалық ортасы. Ең кішкентай сан 19-ға тең болса, онда ең үлкен сан неше дейді? Қараңыз. 19 үш түрлі сан ғой, иә, бізде. 19 болса ең кішісі. 19 қосылған x қосылған y и бөлінген 3 тең 40 қой бізде. Сонда 19 қосылған x қосылған y тең бізде не болса, қазір мен сіздерге мынандай бір нәрсені айтқым келіп тұр. Ең кішісі 19 болу керек, және ең үлкен сан. Я, онда ең үлкен сан нешеге тең дейді. Онда келесі санды мен 20 деп ала саламын. Өйткені натурал ғой олар. Және олар әртүрлі. Сонда мына 20 болады. 19 қосу 20, қосу y. Яғни ең үлкен мәні керек қой бізге. Сонда y тең 120-дан 39-ды азайтып тастаймыз. Сонда y тең 81 болады. Яғни 81-ден үлкен бола алмайды ол. Егер 1-ден 100-ге дейінгі сандарды бір қатар жасақ, онда барлығы қанша цифр болады дейді. Қараңыздар. 1-ден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дедік, 10 дедік қой. Мысалы, мынаған дейін 9. Бірақ мынадан бастап ол уже екеуден қосыла береді. 11 екеу қосылады. 12 екеу қосылады. Сөйтіп нешеге дейін балар? 99-ға дейін. Өйткені барлығы 2 таңбалы ғой. Сонда қанша сан бар 10-нан 99-ға шейін? Негізі ол жерде былай жасаймыз. 99-дан 10-ды азайтып 1-ді қосу керек. Демек 90 сан бар. Значит, 90-ды 2-ге көбейтеміз. 90-ды 2-ге көбейтеміз. Неге? Өйткені 2 таңбалы ғой барлығы. Сосын қосу 9 деймін, қосу және 100-дің өзінде 3 цифр бар. Сонда 192 цифр болады екен. Ары қарай кеттік. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес қандай сан қойылу керек дейді.